Сәлем достар, сіздермен Джанго. Бүгін біз тағы да хрус арқылы ақша көтереміз. Сайтқа кіргеннен кейін, әпақша ссылкасы астында болады. Сайтқа кіргеннен кейін бонусқа басамыз. Осы жерге комментарийда тұрған промокодты жазып, бонус аламыз. Осы активировать баса саласыз, сонымен бітті. Регистрация қалай жасау керек екенін алдыңғы видеода көрсеткем. ВКонтакте арқылы тіркелесіздер. Ақшаны пополнить деп ары қарата. В общем, оңай, қиын түк жоқ. Қазір достар сайтта бізде джекпот X50 мини жаңадан кірген ойын Bubbles деген шығыпты. Оны әзірше өзім ойнап көрген жоқпын. Қазір бірге тексереміз. Әзірше біраз қолды үйретіп минадан бастайық. Ставка 1 рубль 3 мина. Сонымен кеттік. Кстати, достар, мен бір сайттан көрген ғой. Осындай тактика бар дейді, былай лесенкамен шықсаң дейді. Осындай тип. Істеп істеу керек дейді де. Сол кезде береді деп. Бүйтіп. Жарайды, болмай қалды. 5 рубльдан кеттік. Мен өзімнің тактикам бар деп мақтанбаушы болып тұрсам, біріншіден салып қаласың ғой. Негізі шынымен де өзімнің тактикам бар, достар. Ол бір линиямен былай кетем. Тип осындай ма? Былай кетем. Қысқасы түсіндіңіздер, е? Жарайды. Джекпотта бізде әзірше бір адам ойнап отыр. Онымен бірге бір ойнайтын желание жоқ. Ұт кетем по-любому. Сонымен X50-ге кірейік. Біз қазір бітеміз 5 рубльді. Қазір қарайық мына жерге қандай түс түсетін. Мынау білесіздер, ол мына тұрған стрелкаға сіз таңдаған түсіңіз түсу керек. Қара түсті. Қазір қара түссе, яғни көк түседі. Кеттік. 5 рубль көк түске қойып жібердік. Мен таңертең ойнаймын, өйткені ары қарата жұмысқа кетемін, жұмыстарым бар, шаруаларым көп. Сіздер мүмкін кешкі жақын көріп отыр, мүмкін сіздер жұмыстан кейін, яғни. Міне көк түсті, 25 рубль. Қарадан кейін менде көк түс отырады. Қызылдан кейін қара түседі. Көктен кейін қызыл түседі. Кейде басқаша. Мен бір байқағаным. Көрейікші енді қызылға қойып. Сонымен кеттіп. Қара түсетін білген, сезім болған да ішімнен, қара қоя сал береді қой деген. Бірақ жарайды. Және 25 рубль көтердік те, қайтадан 5 рубль қалдық. Бірақ 20 рубль плюстамыз. Кеттік, мен ойнамаймын. Мен да шын айтсам шаршадым, қанша ойнаймын минаны. Особо қызық емес. Деймде 5 рубль деймде 5 мина деп ойын баста кете салам үстімен. Хоп. Минус 5, минус 10, минус 15, минус 20, минус 25. Жарайды, кеттік Bubbles'қа. Айпақшы осы ойынды және ойнап көреміз деп келістік қой. 3 рубльді 1,9 коэффициент дейді. 9-ды 5, 31 шанс көрейік. Выигрыш дейді. Мен ұт кеттім ғой. 6 рубльді біз 5x-қа қадал қалдық. 2x-қа тағы да ұтыл қалдық. 3x-қа ұт кеттік осы жолы. Мынандай бола ма екен? 0,1 рубльді. Жоқ, 0,1 қоя алмайды екен ғой мен. 1 рубль қойып қалды екен. 10x-қа кеттік. Мүмкін емес. Так, 5 рубльді біз 2x-қа тағы да бір ет. Осы ұтылдық. 3-ке қояйық. 102 рубль қайтадан шығып алдым. Бағаны 80-ге дейін түсіп қалған болатын. Так, мына ойынды ойнайық. 11 рубльді медиумға қойып. Кеттік. Не ұт кеттім ғой мен.
Бірақ қанша ұттым? Так, көк түс 2,75 коэффициент. Яғни 11 рубль бізде көкке түсіп 2,75-ке көбейтілді. Мына ойын қызық болып кетті, достар, қызық болып кетті. 5 рубль хай деп қойық. Ойбай, мына хай слишком опасный екен ғой. Так, жарайды, медиумда тұра берсін. Тағы да бір рет. Қызыл 0, яғни ұтылдық. Жарайды, тағы да. Несі бар оның? Тағы да қызыл, тағы да минустамыз. Ничего страшного. Чау, чау, чау. Так, x50 біз қоямыз 20 рубльді қараға. Бағана көктен қара түсі ғой. Ашылы көрейік, тағы да қара түсем екен, или қызыл түсем екен. Айтпақшы достар, қазір Өскеменде далада -40, күн өте суық. Сіздер қай қаладан боласыздар, қандай ауа райы қалай, комментарийға жазсаңыздар, біраз қызықты болады еді. Өзім Өскемендікімін, бірақ осы уақытқа дейін Астанада тұрғанмын. Бәсе, қара шықты. Сонда көктен кейін бізде қара түс отырады екен ғой. Қарадан кейін онда қызыл түсу керек. Кетті, қызылға қоямыз 20 рубль. 20 рубль плюста, 20 рубль минуста. Міне астында көріп отырмыз адамдар. 19 рубль қойып отыр. Бұл жігіттер 1,63 рубль қойып отыр 50 коэффициентке. Яғни мына тұрған сары түске. Мен жалғыз өзім 20 рубльді қызылға қойып отырмын. Көрейік, кім аналитик екен. Мен емес екен. Жарайды, кеттік. Біз по полному кетеміз, ойын біраз қызықтырып болу үшін. Так, біз 20 рубльдан 3 минуттан кеттік. 28. Қорқ кетесің, осында жүрді. Сен ілесің са. 45. 38. 32. Сонымен 181 рубль. 200-ге дейін шыға алам ба, шыға алмай ма білмеймін, бірақ шығатын сияқты. Сондай предчувствие болып тұр, жесткий. Так, мыналарын көрейік, не істеп отырғандан. Қызылға түсті, иә? Че, ва-банк так ва-банк. Отдыхать так отдыхать, достар. Көк түске қойып жүрмін 20 рубльді. 5 коэффициентке. Ұтсам 100 ұтам, ұтылсам 20 ұтылам. 20 особо. 20 рубль дегеніміз ол шамамен 120 теңге. Бір нанның ақшасы. Проездің ақшасы. Тағы не алуға болады 120 теңгеге. Шоколадка алуға болады. Сонымен түсініктен мұнда негізді. Так. Көктен кейін қара шығады. Қарадан кейін қызыл шығады. Қызылдан кейін көк шығады. Банк әлем. Бұл жігітте секілді менде 1 рубльді 50 коэффициентке 10 рубльді қараға қойып жүрейік. 250 рубль бар қазір шотында. Уайымдайтын ештеңкем жоқ. Қазір ва-банк тағы да 1-2 рет қойып жүрем. Ради контента, да? Или одан шыға ақшамды үнемдеп, аспай көтерген дұрыс па? 20 рубль ұтып алдық. 270 рубль шотта. Кеттік, мины. 10 рубль, 5 мины. 24. Жарайды. Баблысты ойнап жүрейік тағы да бір рет. 5 рубльдан. 285. О, жақсы. Тіпті керемет. Біз қоямыз 21 рубльді медиумға. 300-ге дейін барайын ба, бармай қойын ба деп отырмын. Так, 1,50. Негізі ұттық, бірақ 1,50 особо там мықты коэффициент емес. Қызыл ұтылдық. Джекпот игрокта бар екенмін де. Біз қоямыз
15 рубль. Сделать ставку. Общий счетымыз бізде 21 рубль тұр. Бұл жігіт 670 қойып отыр, мен 15 қойып отырмын. Әрине мен ұтып кететін шансым көп, 70%. Бірақ кейде болады 10% мен ұтып кететіндер. Сол кезде пукан взрывается дейді ғой осында. Пукан просто взрывается. Мына жерде енді 5 шансов. 280 рубль. 280 рубль. Бүгінше жетеді деп ойлаймын. Сонымен достар, қараңыздар, бонусқа кіресіздер, астындағы ссылка арқылы өтіп барып бонусқа кіресіздер, промокодты жазасыздар, активировать басасыздар, сізде сонымен бонус пайда болады. Ал енді көріскенше сау болыңыздар.